Сәлем достар, ел тарихындағы елеулі оқиғалар, бетбұрыс кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Оларсыз бүгінгі өмірді елестету де, түсіну де қиын. Бұл Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасы. Мен Әлімбек Келдібай. Бүгін қазақ жеріндегі алғашқы мектептер тарихы мен бүгінгі жайлы мектептер жүйесі жайында айтамыз. Алыс кетпеңіздер. Сіз де мектепте оқыдыңыз ба, Мұнар ата? Менің мектебім таумен. Дала. Ал сіздің мектебіңіз қандай еді? 1841 жылы 6 желтоқсанда Жәңгір Бөкейұлы өзінің хан ордасында өз қаражатына мектеп ашты. Бұл қазақ жеріндегі қазақ балаларына деп ашылған алғашқы мектеп болатын. Белгілі ғалым Қазымай Бозымовтың деректерінде Жәңгірдің мектеп ашу ісін 1826 жылдың жазынан бастап жоспарлай бастаған. Жәңгірдің мұндағы басты мақсаты мектеп ашу арқылы қазақ балаларының Қазан университеті мен Орынбордағы Неплюев кадет корпусына, сол секілді Ресейдің басқа да жоғарғы оқу орындарына түсуіне жол ашу еді. Жәңгірдің мектеп ашу жөніндегі арманы тек 15 жылдан кейін барып іске асты. Нәтижесінде 1841 жылы 6 желтоқсанда қазақ даласында қазақ балалар үшін тұңғыш мектеп ашылды деп жазады Қазыбай Бозымов. Мектепті ұстап тұру шығынын Жәңгір хан өз мойнына алды. Біздің балаларымыз білім ала отырып қоғамға қызмет ету үшін қажет барлық ғылымдарды үйренетін болады. Мұның бәрі мені қуантады, өйткені білімге қол жеткізу менің халқым үшін үлкен бақыт деп жазады хан бір хатында. Жәңгір мектебінде алғашында 9-22 жас аралығындағы 25 шәкірт қабылданады. Осы мектептен Мұхаммед Салық Бабажанов, Шәңгерей Бөкеев, Дәулеткерей Шығайұлы, Бақыткерей Құлманов секілді қазаққа белгілі тұлғалар хаттанып шықты. Жәңгір хан 1845 жылы өмірден өткенімен ол бастаған іс жалғасын тапты. 1849 жылы Орал облысында 44 облыстық қазақ-орыс мектебі жұмыс істепті. Зерттеушілер қазақ даласында Жәңгір мектебінен кейін ашылған екінші оқу орны деп 1850 жылы Орынбор қаласындағы 7 жылдық мектепті айтады. Аталған мектеп 1869 жылы жабылады. Осы 19 жыл ішінде Орынбордағы қазақ мектебін 48 бала бітіріп шығады. Оның бірі әйгілі ұстаз, педагог Ыбырай Алтынсарин болатын. 1857-59 жылдары Орынборда аудармашы қызметін атқарған Ыбырай Алтынсарин 1860 жылы басшылықтан Торғай жерінде мектеп ашуға сұранады. Ең алдымен ол ауылдарды аралап, халыққа мектеп ашудың пайдасын түсіндіріп, өз үйінде бала оқытудан бастайды. Жергілікті тұрғындардан қаражат жинап, өз ақшасын салып, мектеп ғимаратының құрылысына кіріседі. Ақыры Алтынсарин армандаған мектеп 1864 жылы ашылады. Осы жылы қаңтардың 8 күні көптен күткен ісім орнына келіп мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай қызу кірістім деп жазады ол белгілі шығыстанушы ғалым Ильминскийге жолдаған хатында. Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс мектептері үлгісінде құрады. Сабақты қазақ тілінде жүргізе отырып, ол балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім беруге тырысады. Торғай жұртшылығы алғашқы қазақ мектебін Қара шаңырақ, алғашқы Қарлығаш деп атаған. Осы кезде Ыбырай Алтынсарин өзінің «Кел балалар оқылық» атты өлеңін жазады. Ал енді Ыбырай Алтынсариннің бір өлеңін оқып берейін. Мектепте оқып жүргенде айтатын едім. Осы сендерде кезінде. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей ақ табылар. Кел балалар оқылық.
Ыбырай мектебінде Торғай өңірінен жас шамалары 9 бен 13 аралығындағы 14 бала оқыған. Олардың ішінде ағайынды Қорғанбек пен Әбдібек Бірімжановтар болды. Ыбырай Алтынсарин алғашқы қазақ мектебімен шектеліп қана қойған жоқ. Елек, Қостанай, Торғай өздерінде бір-бірден 2 сыныптық орыс қазақ мектептерін ашады. 1864 жылы Ырғызда қазақ мектебі ашылды. Оны ашқан кезінде Орынбордағы мектепті Ыбыраймен қатар бітіріп шыққан алғашқы ағартушылардың бірі Шахмұрат Құлыбеков болатын. 1887 жылы өңірдегі екінші оқу орны Ырғыз қалалық қыздар училищесі ашылды. Оған 17 қыз бала оқуға қабылданды. Ырғыз жеріндегі алғашқы қазақ мектебінен Телжан Шонанов, Темірбек Жүргенов, Ұзақбай Құлымбетов секілді алаш ардақтылары қанаттанып шыққаны белгілі. 1876 жылы Ыбырай Петербор, Қазан қалаларына барып, орыстың ағартушылық жүйесін зерттеп, қазақ тілінде оқу құралдарын жасауды ойлайды. Өзі 1876 жылдан бастап қазақ хрестоматиясын жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда бастырып шығарады. Қазақ хрестоматиясы балаларға арналған өлеңдер мен шағын әңгімелер, новеллалардан құрастырылды. Олардың бір қатарын өзі жазды. Біразын сол кездегі орыс оқулықтарынан еркін аударып алды. Хрестоматияға қазақтың халық әдебиетінің үлгілерін де іріктеп кіргізді. 19 ғасырдың соңына қарай қалалық училищелер, шіркеулік училищелер, кәсіптік гимназиялар, орыс қазақ училищелері мен мектептері жұмыс істей бастады. 1898 жылдан 1914 жылға дейін Қазақстандағы бастауыш мектептердің саны 730-дан 1988-ге дейін, ал олардағы оқушылардың саны 29 мыңнан 101 мың адамға дейін өсті. Қазақ қаласында мектептер санының артуына байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды да қолға алды. 1881 жылғы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Халық мектептері үшін ең керектісі мұғалім деп жазды Алтынсарин. Тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да әбден мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да мұғалімге тең келе алмайды. Тарихшылар қазақ жерінде ашылған алғашқы мектептер қатарына Жетісудағы Мамания мектебін жатқызады. Әйгілі Маманбайдың ұрпақтары Тұрсбек Есенқұлдар 1899 жылы мектеп ашу ісін ұйымдастырып, 1903 жылы Қарағаш ауылында ғимаратын салып бітіреді. Мамания мектебін Біләл Сүлеев, Ілияс Жансүгіров, Мейірман Ермектасұлы бастаған тұлғалар бітіріп шығып, Ақсу, Қапал, Лепсі жерінде бала оқытып, мұғалімдік қызмет атқарады. Айта кету керек, Мамания мектебінің қалыптасып, білім жүйесінің жолға қойылуына қазақтың алғашқы оқығандарының бірі заңгер Барлыбек Сырттанов та көп еңбек сіңірген. 1908 жылы саяси көзқарасына байланысты қызметінен кетіп, елге оралған ол Мамания мектебіне орыс тілі мен әдебиеті пәнінен мұғалім болып орналасады. Елдің құқықтық сауатын ашуға күш салады. Барлыбек 1876 жылы сол кездегі Верный деп аталатын қазіргі Алматыда ашылған Верный классикалық ер балалар гимназиясының алғашқы түлегі. 1899 жылы Верный гимназиясында оқушылар саны 260-қа жетеді. Олардың ішінде Тоқаш Бокин, Ораз Жандосовтар да бар еді. Барлыбек гимназияны 1886 жылы бітіріп, Санкт-Петербург университетіне түседі. Айта кету керек, Сырттанұлы Жетісу жерінен Санкт-Петербургке оқуға түскен алғашқы қазақ баласы. Барлыбектің Санкт-Петербург университетіндегі студенттік кезеңіне қатысты мынадай тың дерек ұшырасады. Атақты Сәдуақаш Шорманов 1887 жылы Григорий Потанинге жазған бір хатында біздің қазақ жастарынан жоғары оқу орындарында 30 бала оқиды. Оның ішінде Барлыбек Сырттанов деген бала Петербургте жүр. Көзіңіздің қырын салсаңыз деген жолдар бар. Осылай деп хат жазған Сәдуақаш Шорманұлы да Баянауыл жерінде 1903 жылы шағын мектеп ашқан болатын. Ол мектепте 1909 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев оқып шықты.
Ендігі міндет қазақ мектептеріне лайықты сапалы оқулық жазу еді. 1921 жылы Орынборда қазақ АКСР-ның халық ағарту комиссары Ахмет Байтұрсынұлының төрағалығымен мәжіліс өтеді. Онда мектептер үшін оқулық даярлау ісі қаралады. Сөйтіп, қазақ оқығандары шұғыл арада кітап жазуға міндеттеледі. Осынау ауқымды ұйымдастырушылық жұмыстардың нәтижесінде Қошке Кемеңгерұлы тарих, Міржақып Дулатов пен Әлімхан Ермековтің математика, есеп құралы оқулықтары, Жүсіпбек Аймауытовтың психологиясы, Мағжан Жұмабайұлының педагогикасы, Елдес Омарұлының физика, Халел Досмұхамедұлының адамның тән тірлігі, Жұмахан Күдериннің ботаника оқулықтары жарық көрді. Өкінішке орай алаш ардақтылары 30-шы жылдары саяси репрессияның құрбаны болып, олардың еңбектері тәркіленді. Кейбір оқулықтар мүлде жойылып кетті. Оған қоса 1929 жылы жазу араб әліпбиінен латын әліпбиіне ауыстырылды. Осылайша қазақ зиялыларының ұлт мектептеріне арнап жазған еңбектері қатардан шығарылды. 1940-41 жылдары жалпы білім беру мектептерінде 1.145.993 оқушы оқыды. Олардың ішінде 441 мыңы қазақ баласы. Бұл 1925 жылмен салыстырғанда 6 есе өскенін білдіреді. Оқушылар арасында қазақ қыздарының саны 20 мыңға артты. Жалпы алғанда білім беру сапасы айтарлықтай жақсарды. Десе де 1950-60 жылдары Қазақстанда тың жерлерді игеру деген желеумен Ресей, Украина, Белоруссия және Молдованың мыңдаған отбасы қоныс аударды. Өзге ұлт оқушыларының саны күрт артты. Осы жылдары білім саласында бір қатар мәселелер орын алды. 700-ден астам қазақ мектебі жабылып, орнына аралас мектеп немесе орыс мектептері ашылды. Деректерге сүйенсек, елдің солтүстік облыстарында 1954 жылы 700 қазақ мектебі жабылған екен, ал қалған 100-ге жуық білім ордасы аралас мектепке айналды. 600 мыңнан астам қазақ баласы орыс тіліндегі мектепте білім алуға мәжбүр болды. Сол кездегі астанамыз, бас қаламыз Алматыдан қазақ мектебі табылмай дағдаратын кезеңде осы кез. Арнайы орта және жоғары оқу орындарында оқу тек орыс тілінде жүргізілді. Осының салдарынан қазақ мектептерінің саны бірден азайып кетті. 1989 жылы тіл туралы заң қабылданғанда қазақ мектептерінің саны 50%-ға да жетпейтін еді. Ал тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылы 51,5%-ға әзер жеткен. Осы кезде Шона Смаханұлы бастаған зиялы қауым аталған мәселені мемлекеттік деңгейдегі мәселе етіп көтеріп, Алматы қаласында қазақ мектептерінің ашылуына мұрындық болды. 1987 жылы мектепке кеңес қоғамдық кеңесі құрылып, қазақ отбасыларын қазақ мектебін ашуды талап етуге үлес қосуға күттеді. Осылайша қазақ мектептерінің жаппай ашылуына ықпал етті. Азаттықпен бірге қазақ мектебіне де еркіндік келе бастады. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін 1993 жылғы Конституцияда бекітілді. 1990-99 жылдары Қазақстан Республикасы білім саласына қатысты 10-нан астам мемлекеттік бағдарламалар қабылдады. 1991-2016 жылдары аралығында елімізде 1356 жаңа мектеп, 8 мыңнан астам балабақша салынған. Ұлт тілінде білім алатын ұрпақтың үлес салмағы арта түсті. Биылғы жаңа 2024-2025 оқу жылында Қазақстанда 3,9 миллионнан астам оқушы мектепке барды. Оның 352 мыңы бірінші сынып оқушылары. Бірінші сыныпқа барған 350 мыңнан аса оқушының 70%-дан астамы мемлекеттік тілде оқуды таңдаған. Бүгінгі күні балаларды мектепке дейінгі даярлау ісіне де баса назар аударылуда. Республикада мектепке дейінгі ұйымдардың саны 11,5 мыңға жетті. Оларда 1 миллионға жуық бала тәрбиеленуде. 2025 жылға дейін бүкіл Қазақстан бойынша балабақшалар салу және қайта жаңғырту есебінен 300 мың жаңа орын ашу жоспарланған. Осы жылдың соңына дейін 77.300 жаңа орын іске қосылады.
Министрлік дерегінше бүгінде 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 91,5% мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған. Кезекте тұрғандар саны 107 мың. Есте ұстайтын бір жайт, тәуелсіздік алған 33 жылдың ішінде 60 мыңға жуық оқушы мектепті алтын медальмен тәмамдаса, олардың 50 мыңнан астамы қазақ тіліндегі мектепте оқығандар екен. Сондай-ақ халықаралық деңгейдегі олимпиадаларда бақ сынаған 70 мыңдай оқушының 60 мыңы да қазақ мектептерінде білім алғандар. Биыл күрделі жөндеуден өткен 178 мектеп 1 қыркүйекте ашылды. Жаңғырту жұмыстары жүргізілген 1 мыңға жуық ауылдық орта білім беру мекемесі де өз жұмысын бастады. Өңірлерде оқытылатын пәніне сәйкес бейінді құрал жабдықтармен 1000 кабинетті жарақтандыру жоспарланғанымен 1,5 мыңнан астам пән кабинеті жаңартылды. Оқу ағарту министрінің мәліметінше, бүгінгі таңда Starlink спутниктік интернеті 1757 мектепке орнатылған. Соның арқасында интернетке қосылу жылдамдығы 3 есеге артты. Бұдан бөлек барлық оқулықты цифрландыру жұмыстары аяқталды. 11 платформада электронды нұсқалар оқушыларға қолжетімді. Оқушыларды әлеуметтік қолдауға ерекше көңіл бөлінеді. Алдағы оқу жылында мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 1,7 миллион оқушы тегін ыстық тамақпен қамтылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 300 мың балаға артық. Әлеуметтік жағынан осал отбасылардан шыққан 510 мыңнан астам оқушы оқу құралдарын сатып алуға көмек алды. Деректерге сүйенсек, кейінгі 30 жыл ішінде елімізге шетелден 1,5 миллионға жуық қандас оралып, көрсеткіш 70%-дан асып отыр. Егер оған қазақ тілін жақсы меңгерген бір қатар түркітілдес халықтардың өкілдерін қосатын болсақ, онда бұл көрсеткіш 80%-ға дейін жетеді. Яғни алдағы уақытта 90%-дан асады деп те болжануда. Сарапшы мамандар қазақ тілді мектептер санының көбеюін ұлт тұрақтылығының кепілі ретінде қарастырады. Өйткені қазақ сыныптарында оқыған балалар ана тілін меңгерумен қатар халықтың дәстүрлі тәрбиесінде қатар меңгереді. Ана тілімен қатар өзге тілде меңгерген оқушылар бәсекеге қабілетті ортаның қалыптасуына ықпал етеді. Қазақстандық оқушылар 2024 жылы 12-ші халықаралық олимпиадада 361 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 41 алтын, 132 күміс және 186 қола. Сондай-ақ оқушылар Сингапур, Қытай және ақш-тағы робототехника бойынша халықаралық чемпионаттарда ерекше жетістікке жетті. Президенттің бастамасымен елімізде іске асырылып жатқан жайлы мектеп ұлттық жобасы еліміздегі оқушы орындары тапшылығын шешуге, апатты және 3 ауысыммен оқытатын мектептер мәселесін жоюға бағытталған. 2024-25 жылдары 740 мың оқушыға арналған 369 мектепті қолданысқа беру көзделген. Жайлы мектептер құрылысы бірыңғай стандарт бойынша жүзеге асырылуда. Бұл ретте 163 мектеп ауылдық жерлерде салынады. Ұлттық жобаның іске асыруға республикалық бюджеттен 2,3 триллион теңге бөлу көзделген. Сондай-ақ жайлы мектептерге қажетті жиһаз отандық өндірушілерден ғана сатып алынатын болады. Дегенмен сарапшылар мектепте орын тапшылығы мәселесі бірнеше жылға созылады дегенді айтады. Оның басты себебі демографиялық және миграциялық көрсеткіштердің артуы. Әрине, бала санының көбеюі біздің ел үшін өте қуаныш жаңалық, ал орын тапшылығы күн тәртібіндегі әрі уақыт еншісіндегі істің бірі. Мінекей достар, қазақ жеріндегі мектептер тарихы, алғашқы ағартушылық бағыттағы еңбек еткен ұстаздар туралы және бүгінгі білім берусіндегі жетістіктер жайлы қысқаша мәлімет осындай. Сіздермен бірге мектеп ашудың бастапқы кезеңіндегі елеулі оқиғалар мен Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік, тұлғалар жайында білдік. Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп, қызықты әрі мазмұнды мәліметтерді қарай жүріңіздер. Себебі өткенді білмей, болашақты бағамдау да оңайға түспесі белгілі.
Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.